Тегін жерге қатысты тредсте келген сұрақтарға давайте сіздерге жауап берейін. Так, бірінші бізде кети деп жазыпты. Әрине, қазірде әліге дейін сенбейтіндер өте көп, ал оған уже сеніп, зерттеп, өзіне алып жатқандарда қаншама. Сену, сенбеу өздеріңізге байланысты. Келесі очередсіз ба депті. Достар, тегін жер алудың әр адамға өзі 4 түрлі тегін жер беріледі әр азаматқа. Яғни оның бірі ИЖС очередпен тұрып алынады, қалған үшеуі сонда очередсіз алуға болатын жерлер. Келесі 2019-дан бері тұрмын очередта, болады ма дейді. Я, әрине, ол себебі сіз ИЖСте тұрсыз, яғни сіз арқара енді қалған 3 түрлі жер түрін тегін ала аласыз. Келесі ақылыма депті. Достар, әрине, егер сіз өзіңіз изучать етіп, өзіңіз алатын болсаңыз болады, немесе мен арқылы жүгінетін болсаңыздар, менің уақытым, сонша уақытым кететін болғандықтан, әрине ақылы. Бір қой бола ма деп сұрапты. Егер әрине бере алатын болсаңыз, бір қойда болады. Формат қызық болса, менде әлі Instagram және TikTok'та да өте қызықты сұрақтар бар, жауап беретін боламын. Ойларыңызды қалдырып кетіңіз.